Сәлем балалар, 4-ші сынып қазақ тілі 78-ші сабақ көмектес септік тақырыбы. Бүгінгі сабақтан көмектес септіктің жалғауын біліп, өз пікіріңді дәлелдей алатын боласың. 68-ші жаттығу жұмбақты оқып, шешуін тап. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Жұмбақтың жауабы тоқылдақ. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Бұл қай септіктің сұрағы? Немен? Тұмсығымен. Демек, бұл көмектес септігінде тұрған сөз екен. Балалар, ережені жаттап алыңдар. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулар деп атаймыз. 69-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат мұзайдынға атасымен келді. Бір-біріңе түсіндіре отырып сөйлем мүшесіне талдаңдар. Көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің қандай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Нелер, мұхиттар бастауыш, теңіздермен, нелермен тоқтауыш қызметін атқарады. Не істеді? Жалғасып жатыр. Бұл баяндауыш қызметін атқарады. Не ақбидай бастауыш, ненің күннің анықтауыш, несімен нұрымен толықтауыш, ненің жаңбырдың анықтауыш, несімен суымен толықтауыш, не істейді, өседі, баяндауыш қызметін атқарады. Кім? Гүлсім. Нені? Табиғатты аялау туралы анықтауыш, нені? Әңгімені толықтауыш, немен? Зор ықыласпен пысықтауыш, тыңдады, баяндауыш қызметін атқарады. Марат бастауыш, мұзайдынға пысықтауыш, атасымен толықтауыш, келді, баяндауыш мүшелерін атқарып тұр. 70-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Құрлықтың айнала сумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Мәтін ол кім, бұл не кітабынан алынған. Мәтінге ат қой. Мәтіннің аты арал. Көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде. Көмектес септігінде тұрған сөздер сумен, құрлықпен сөздері. Бұл көмектес септігінде тұрған сөздер, өйткені олар немен деген сұраққа жауап береді және де сөйлемде тұрлаусыз мүше қызметін атқарады. 71-ші жаттығу ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Тұмсығымен шымшып, құрт тереді шоқып. Сылдыр қағып таудан құлап, жатыр ағып мөлдір бұлғақ. Өлеңдердің авторы Али Ысқабаев. Шығыс көмектес септіктеріндегі сөздерді тап. Тұмсығымен, таудан сөздері. Көмектес септігіндегі сөзді сөз құрамына талда. Сонда не байқадың? Тұмсығы мен, таудан. Көмектес септігіндегі сөздің түбірі тұмсық. Тұмсық сөзі. Үшінші жақтағы
тәуелдік жалғау нәтижесінде қ дыбысы ғ дыбысына айналып кетеді. Яғни тұмсығы мен. Шығармашылық үзіліс. 72-ші жаттығу. Сөздерді оқы. Тек көмектес септігіндегі доптарды торға түсір. Қылқаламмен, еңбекті, теңізшіде, құрлықтың, тағада, таудан, кітаппен, шымшық сөздері берілген екен. Ал енді тек көмектес септігіндегі доптарды түсірер болсақ, қылқаламмен, кітаппен сөздер жазылған доптар түсері анық. 73-ші жаттығу. Жағдаяттан шығып көр. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасына демалуға барды. Олар суға шомылып, күнге қызырынды. Өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сыңай танытты. Бірін-бірі қуалап ауылға қарай жүгіріп бара жатты. Мәтін «Менің отаным тәуелсіз Қазақстан» кітабынан алынған. Балалардың әрекетін қалай бағалар едің? Олардың орнында болсаң, сен не істер едің? Балалар: су тіршілік көзі, суды олай бұлғауға болмайды. Сусыз өмір жоқ. Сол үшін де лас қоқыстарымызды суға тастап, суды былғамайық. Әрбір су тамшысын көз қарашығымыздай асырауға тырысайық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.